Koski olamız dedi. Aşıma alıyoruz. Acaba barınızı. Yaklaşmayın. Oyun karayım. Go. Azatlar şimdi. Azat gibi onu biz atamayız. Azatlar tüp. Siz tüp durun. Tepkine gidip durun.
Telefon. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, құрметті көрермендер. Қасиетті Рамазан айы құтты болсын, оразаларыңыз қабыл болсын деген ниетпен бүгінгі түсірілімімізді жалғастырамыз. Ай, Жанас! Жете алмады допқа. 6-шы нөмірдегі Бек фурнитураның негізінің қалаушылардың бірі қанат алды, допты алдады, бірақ өкінішке орай қанатқа қақпашы мүмкіндік бергізбеді. Қызыл жейдедегі үштас командасы алды Ораз. Есікте Қамал соққымен әдемі соққы бағыттайды. Мінеки керемет. Соққы керемет бағыттады. Көкжейдедегі Алаш командасы. Екі командаға сәттілік тілейміз. Ойын сіз жалғастырасыз ба? Екінші операторымыз қос қанатты. Неки соққы Жанас. Gol mu? Екінші. Gol mu? Екінші гол. Гол. Керемет соққы уақытта Жанас. Керемет алдыға шығарып қойыпты бұл кісіні. Соққыны керемет бағыттады. Үштаспен келген кезде тақанса ойнайсың деген сияқты. Керемет мінеки. Талант бағыттады, қанат топты алды. Жай ғана тепті. Не үшін теппеді қатты соққымен. Талант алды. Шабуылға кірісті. Айдын жоқ бүгін. Алып қалды. Жанас өзі алды. Жанас өзі шабуылдайды. Кімге берер екен? Әдемі пас. Бірақ қақпадан қиыс кетті. Қанат дұрыс беру керек еді деген пәрмен алтыда. Tamam, Ümit. Жанас, гол салуға қандай дайындығыңыз қалай болды? Гол салам деп ойладыңыз ба бұл ойында? Ойладыңыз ба? Неге шаршап кеттіңіз? Қанат пас әдемі нәтижеге. Ой, не болды? Не деген пас? Не деген соққы? Гол! Мынандай ойынды бірінші рет көріп тұрмын. Жылдам пас, жылдам соққы. Керемет, ә? Қиыннан қиястырып ойдан ойластырған соққы болды ау шамасын. Пландаған сияқты ойынның алдында. Деп ойлап тұрмын, Қанеке, сіз не дейсіз? Қандай соққы куә болдыңыз? Сіз де солай, ә? Үшінші гол бізде. Қаншаншы минут болып кетті? 8-ші минут. Жазып отқан ешкім жоқ па? Менен анасы сынып. Ешкі бар ма? Пас әдемі Нәжип. Бұрыштама. Бек фурнитураның негізін қалаушылардың бірі Жанас шөлдеп жағажайда демалып тұрғандай су ішіп тұр. Қазір бір тынығып алған соң тағы да алаңға шығатын бейнесі бар әдемі. Баз Нәжи 10-ші нөмірдегі шабуылшы Ораз кеп қиылысты. Қанат алды, алдады. Пас әдем өтті, өкінішке орай. Нәжи сәл 1-30 сантиметр кеш қалды шабуылға. Үштастықтар бүгін мереке болғандықтан халықаралық әйелдер күнде демалып қалған сияқты, қосымша шығатын ешкім жоқ. Алдыңғы шепте ойнайтын Айдын жоқ, Ұлан жоқ. Пастан қателік. Алдап өтті Ораз. Нәжи өзі алды, соққы бағыттайды ма? Пас па? Ай, Ораз. Сықтан шығарып жіберді.
командалар таныстыруға келсек, алдыңғы шепте Қуатбек, ал нөмірде үштас командасы, шабуыл шебінде Ораз, ал артқы шепте Серік пен Талант жайғасқан, қақпашы бар, ал Алаш командасының 7 нөмірдегі Қанат, мінекей алдарыңызда алдап ойын көрсетіп жүрген. Алдыңғы шепте 10 нөмірдегі Нәжи, 30 нөмірдегі Мұса, 21 нөмірдегі Өміршат. Қақпада Жанат тұр әрине. Пас, бұрыштама, сықтама. Қасиетті Рамазан айында ауыз ашып болғаннан кейін әдемі ойын көрсетіп жатқан екі команданың ойыншыларына жақсылық, сәттілік тілейміз. Мұсаға пас, Мұса соққы. Қуат алды. Алдап өтті Нәжидің. Бұтынан өткізіп алдап өтті, бірақ Нәжи қайтарма. Қайтарып алды допты. Нәжи Мұсаға берді. Өміршатқа пас. Мұсаға қайтарды. Қатты пас. Соққа кімге? Бүгінде Алаш командасында екі ойыншы ғана қосалқы құрамда тұр. Біреуі әрине Ыңқылбектің інісі 6 нөмірдегі Жанас. Және де екі қақпашы. Қақпашының есімі кім бізде? Міне тұрған, қосалқы құрамда. Байдулла. Алаш командасы бұл жолғы айналымда жақсы ойын көрсетіп келген жақсы құрамалардың бірі. Әрине ойыны да соққа әдемі бағытталды қақпаға. Жақсы өнер көрсетіп көш бастап келе жатыр. Қазіргі қоржындарында 9 ұпай. 3 ойында жеңілместен келе жатқан командалардың бірі. Үштас командасының қоржында да ұпай бар әрине. Серік алдады Нәжиді. Қосқауыл. Ай боба. Соққы бұрыштама. Есеке, неге жазып отырыңызшы? Маған WhatsApp-қа жазып отырыңызшы салған уақыттарын. Бірінші гол нешінші минутта өтті? Бірінші гол 1,5 минут. Есеке. Өміршат әдемі. Әуеде қалтап келген допты түйіліп тұрып тепті, доп әлі айланып үстінде әжеде. Не деген шеберлік. Екінші гол бізде, Қанеке? Қандай, нешінші минутта салды? Қанат алды. 4,5? Қазір қарағайды көрейін. 4,5 дейді. Ал. Үшінші гол. 8,5 минут. 8,5 минут. Төртінші гол жаңа салды ғой, соңғы минут. Серік алды, ай, не болып кетті, ай. Мұсаның аяғы Серіктің өкшесіне түсіп қалқасынан түсті. Мұса қағып алды, пас Қанатқа жетпеді. Қанат мына жақта жалғыз өзі қалған екен.
Vaqt bitdi. Birinchi ayналым o'z mərəsine жетті. Екінші айналым басталды. Мінекей Алаш командасы жерлетті. Соққы бағыттады. Шабуылшы 7-ші нөмірдегі Қанат. Оператор Қанат. Соққы жасаған Қанат. Көмекші Қанат. Ошым Қанаттардың дәуіріне жүріп тұр бұл ойындарда. Ұлан кеп қосылды міне жаңегені айтып ау жеп, бүгісі қайда деп түгендеп жатыр едік, бірақ мінекей екінші айналымда келіп қосылды алаңға. Мінекей енді Үштас командасының ойынына жан бітіп, қанаттары кеңге жайылатыны сөзсіз деп ойлаймыз. Себебі өткен айналымдағы екінші орынды түйіндеген сұрмергендердің қатарындағы Ұлан да келіп шаршы алаңға шығып әдемі ойын көрсетуге кірісті. Мінекей Ораз айналып алды. Мына ақыры алды. Ораз алды. Соққы бағыттау мүмкін. Пас Ұланға жетпеді. Алды Ұлан. Өміршат қайтарды. Нәжи. Ұлан. Жалғасы Мұса алда үстінде. Ораз. Өміршат алды допты. Сықтама. Жанас терін басып болған сияқты. Әдемі ойын көрсетті. 2 гол салды ма Жанас? Соққы талан, керемет. Ой, не үшін соққы? Текке кеткен соққы болды бұл жолы. Талант керемет соққы бағыттады. Өкінішке орай қақпашының шеберлігімен қайтарды. Қанат алды. Ал неге Ұланға топ тиді? Ұлан алдайды әрине. Жоқ, пас па? Дұрыстама. Дұрыстама, қанеге қолыңыз кедергі жасап тұр. Талант алды. Қанат қайтарды. Мына топ шықпады. Сықтама. Өткізбеді. Қолға. Қақпашы келіп көмектесті. Нәжи әйтпесе бір голдың есі шығып тұреді Нәжидің қанжығасында. Соққы керемет бағыттады. Айланып барып тиді қанаттың аяғына. Алды Ораз. Ұлан алдап өтті. Ұстап қалды Ұланды. Ұлан ұстап қалды. Сары қағаз Өміршатқа. Керек жоқ уақыт. Бұрыштама. Жедел жәрдем қызметтері жедел көрсетуде төрешілер. Айып долбы болып қалам екен бұл жолы. Сықтың сыртымен сырғайып кетіп барады. Нәжи әдемі қанатқа пас. Қанат соққа. Қақпа сыртынан. Ұлан. Әдемі Оразға пас. Ораз. Тыстайма өз соққы бағыттайма. Бұрыштама болу керек. Жоқ. Бұрыштама емес дейді. Жанат кімге лақтырар? Нәжиға берді. Алды Ұлан. Бұрыштама. Тағы да бұрыштама. Ораз әдемі. Тыстады Ұлан соққы. Нәжиға пас. Нәжи шығып кетті. Сықтама. Бастады. Ұланға дәл жетпей қалды.
Есік адам. Есік адам иә. Темір көтеріп, темір болып кеткен. Қазақтан түседі жүре береді екен. Ораз сенің Ореке сіздің рекламаңыз жүріп жатыр кәдімгідей. Ортаңғы аяқтан тисе де жүре береді екен деп Құтекең мақтап жатыр сізді. Бас Серік Ұланға. Ораз алды, соққымал деп бас Серікке жасаған. Өміршат Ас Мұсаға. Қанат. Ас қайтарды Қанатқа. Демі пасына жүй. Штас командасының еншісінде доп. Құрметті көрермендер, тағы да бір айта кететін жайт, әр ойында ескеріп айтып жүретін мәселе, қасиетті Рамазан айы, жақсылық жасау, қайырымдылық жасау екені баршамызға белгілі. Мұқтаждарға көмектесу, жақсылық жасау деген сияқты. Алаш командасының бұрынғы X капитаны, естеріңізде болса, Ерғали Бедалхан ұлдарыңыз қазіргі жағдайда халы ауырлау, Алланың сынағына душар болып, бір Алладан шипасын үміт еткен халде докторлардың көмегіне зәру. Қазір осы жақында естір құлақта айтуына байланысып Түркияға барып ем алады дейді, бірақ оған бару үшін қомақты қаражат керек. Енді қаражатты көп түкіру керек, көл болады, сол үшін көмектесу керек деген сияқты. Қанат соққа қақпа бағаны құтқарды. Сол үшін көмектесіп, жан-жақтан жылу жиып, жақсылықта болып дегендей ізгі ниетте бір жеңнен қол шығарып, бір жағадан бас шығарып көмектессек. Көп түкірсе көл, фитр садақаны сондай жандарға берсек деген ойымыз. Көмектесек ағайын. Пас әдемі Қанат. Жанат қайтарды. Мұса шабуылда. Қанат алды. Пас Нәжи алды допты. Мұса Мұса Өміршат пас жасады Мұсаға. Мінеке көк жейде, жаңадан тігілген жейде Бек фурнитураның арнайы заказбен дем алды. Нәжидің аяғына кеп қауышты, алдында шабуылға кірісті Мұса. Қуатбек Балам қапас. Пас Қанат алды Нәжиге пас. Жұмаға пас беру керек. Ай, Нәжи соққа шықпады топ. Көменшісіне. Дұрыстама. Бек фурнитураның жаңа дизайнда киімін көріп тұрған шығарсыздар мінекей. Арнайы жиһаздарға, арнайы мебельдерге арналған ұсақ түйек бәрі бар бұл компанияда. Барсаңыздар, алсаңыздар болады.
So'qqi. Ulan adem aldadi Musani. Ha, biroq Musada qalispadi. Musa. Arine pas jasadi, biroq qoldi alsdan. Baydullah o'zi kirishdi. Qaqbashin bir armansыз teoyin deb алаңға шықты Алашты капитан. Алаш командасының білікті қақпашысы. Әдемі ас өтпеді. Қуатбек өзі жалғыз алдай ма? Алдап өте алмады. Талант алдап өтейін деді, бірақ Дайтулла кедергі жасады Талантқа. Өтпес Жұма қағып алды. Алдап өте алмады, Талант кірісті. Әдемі пас Жұмаға, Жұма жалғыз өзі қалды. Қанат өзі. Қатты пас аяқты үшін. Беді пас. Қанат алда өсінде. Кімге пас? Жұма бар. Жұма тауылды ма деген. Пас жетті Қанатқа. Қанат соққай. Керемет. Қақпашы қайтарды. Керемет. Байтолланың соққысы да дармады қақпаға. Мінеге Бек фурнитураның киімін киіп, жаңадан форма келген осы жігіт мінеге. Ыңқылбектің енесі, танып алыңыздар, Жанас деген. Жанас келіп, жаңа чемпиондықты кубокты алайын деп тұрған. Ал мінеге Мұса. Пас Қанатқа. Ұлан шабуға кірісті Қуатбек. Пастан жетпеді пас. Ұлан. Ұштама. Қуаттың басы, керемет. Екі минут қалды алаңның. Ойының бүтуне қолға тиеді. Ал бұл мүмкіндікті пайдаланып, Үштас командасын өлі жаруға қақысы бар деп ойлаймыз. Дұрыс па Қанеке? Неге гол салмасқа? Ұланның осындай соққы әдемі бағыттайтын бір мүмкіндігі бар. Келіп тұрған орай. Нөл жару керек. Соңғы екінші айналым бітуіне де шамалы уақыттар қалды. Соққа қайсы кетті. Ақпара. Бұрыштама. Өтпеді сықтама. Қақпашы бұрыштама. Осылай ойын ысқырыға естілет сияқты бізге. Басқа жетпеді Ұланның басына. Сәл қалды басқа. Қанат шабуылда алдап өтті. Қанат соққы қайтарды. Керемет. Серік пас. Серік қайтарды. Ораз қайтарды. Уақыт өз мәресіне жетті. Ойын бітті.